Сәлем достар, сәлем баршаңызға, каналыма қош келіпсіздер. Менің есімім Шынар. Менің кім екенімді көргілеріңіз келсе, тіркелген жандар ғана көре алатын видео бар каналымда. Сол үшін каналыма тіркеліп, сол видеоны көріп өтіңіздер. Бүгінгі видео көріп тұрғандарыңыздай доғал пеперомия, яғни пеперомияның осындай листтан 3 жапырағынан көбейткенді көрсеткен болатынмын. Қазір енді көздеріңізше видеоның соңына дейін қараңыздар. Топырағын ашып көретін боламыз. Одан кейін осындай тағыда отростка. Отросканы қалай форма жасаймыз және тамырлатуға астында қанша сантиметр қалу керек. Одан кейін отросканы жалпы қалай бағалаймыз, соны айтып өтетін боламын. Алдымен каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып алыңыздар. Басқа да видеоларымда жаңадан шыққан бірінші болып көргілеріңіз келсе. Бірінші сіздерге үшеу салған болатынмын. Қазір осы жерде сіздерге каналымда қалай атаумен тұрғанын көрсетіп өтемін, қандай атаумен тұрғанын. Бұл доғал пеперомияны жапырақтан көбейтуге болады деп сіздерге көрсеттім. Бұл жапырағы тамырлап үлгерді ма, үлгермеді ма, осынша уақытта, азғантай уақытта оны да көрсететін боламын. Қараңыздар, енді ең бірінші босату үшін осылайнан құмыраны қозғап, жан-жағының бәрін босатып аламыз, қыздар. Одан кейін осылай жапырақты жайлап тартып көрейік. Міне, қараңыздар. Қазір енді бұл жапырақты жуып көрсететін болам, қаншалықты тамырлағанын. Нәтижесі өте керемет. Осылайнан қалдыра салайын, ары қарай разбор жасамай-ақ. Міне, қараңыздар. Өте керемет, қыздар. Енді қазір жуып сіздерге тағы да анығырақ көрсететін болам жапырағын жағдайын. Міне нәтижесі көз алдарыңызда. Осынша уақытта жапырағынан тамырлап, өте керемет нәтиже көрсеткен гүл доғал пеперомия жүрек гүлі. Міне, қараңыздар. Өте керемет екеуінде нәтижесі. Үшіншісін мен бұны біраз уақыт күнге қойғанмын. Күн дікінен түрі түсетін терезеге. Содан тек қана бір үлкен гүлдерімнің артына қойғанмын. Бірақ та тігінен түскен гүл именно бір жапырағына түскенде, мына жапырақтар көлеңкеде қалғаннан сақталып қалынған, бір жапырағын күйдіріп жіберіпті күн. Ол өздігінен солды, сарғайды. Міне, күннен ажоқ мынандай болады. Осылайнан күннен ажоқ болды, осылай басталды, тура осылай күлкілдеп, соңына дейін бұлай барды да, гүл өздігінен өліп қалды. Сонымен мен оны бүйтіп алып тастай салдым. Мынау да сондай күннен ажоқ болған. Енді күннен ажоқ болған жерін именно алып, отростка жасайын деп шештім, қалғанын жақсы болып тұрсын деп қалдырдым. Яғни үлкен мамочкасын. Қыздар көріп тұрғандарыңыздай, міне нәтиже осылай болады. Жапырақтан көбейтуге болады. Енді бұл көктемде осындай үлкен пеперомияға айналатын болады. Қыс бойы жағдайын жақсы жасайтын болсақ, алдымен ол үшін осындай кішкентай ғана астында тесіктері бар, ауа кіріп тұра алатындай жақсы құмыра таңдаймыз. Осы құмыраны алып кетеді. Ол үшін ауылдың универсальный топырағы қажет маған. Ауылдың универсальный топырағын дайындап қойдым. Бір-бір қалай отырғызатынымызды көрсетейін. Қазір видеоның соңына қарай көрсетемін сіздерге. Енді ең алдымен осы отроска гүлге разбор жасайық. Қыздар, міне осы ажоқты еш қиналмай ғана бұл түбінен бәрібір өліп қалады. Сол үшін мына жерден түсіндіріп өтейін. Деткасы бар, міне үлкен ең жоғында мына жақта өсіп келе жатыр. Мына жерде технический срез болды. Жаңа ғана түсті, оған дейін алмағам сіздерге көрсетейін деп, осы жерден морт жапырағы отроскасын алып, мен отырғызам дегенше дейін бүлдіріп алдым да, технический нәрсе болды. Енді қараңыздар, мына жақта өте үлкен гигантский жапырақтар бар, барлығы жақсы жағдайлары. Осылай. Енді міне ең соңғысы мына жапырақты қалдырамын да. Қараңыздар, 1, 2, 3, 4, осы 4 жапырақ. Біреу технический срез, біреу кәдімгідей күннен ажоқ. Енді мына екеуі жақсы. Бірақ та мен бұны қиып просто алып тастамаймын. Бұны да тамырлатуға салатын боламын. Бірақ та қараңыздар, мына түбіне жетер-жетпес 1-2 мм ғана қалдырамын да. Міне қараңыздар. Неге? Себебі мына жапырақтың астына жапырақ шығады. Қорықпаңыздар. Неге бұлай алып жатырмын? Міне, мынадан қорықпаңыздар. Мынау шырып арғарай бүлдірмейді гүлді. Міне осылай мына жапырақтың астынан жапырақ шығады, мына жақтан шығады, төбесінде верхушкасын осылай қиып отырсаңыздар, мына жақтан бұлай үлкен болып, жан жаққа қарап өсетін болады гүл, бұл пеперомия гүлінің. Енді мынаны не істейміз? Бұны да тоже отырғызамыз.
бірінші тамырлатамыз. Мына жерде 1 сантиметр, 1,5 сантиметр ғана бар. Сол үшін осы жер ғана тиіп тұратындай, мына жақ емес, мына жақтарда осылайынан ғана тиіп тұратындай, осы жерден тамыр шығатындай, ары қарай осыдан жақсы алып кететіндей пеперомияның тамырлататын боламыз. Және мына жапырағын осылайынан мына технический срез сияқты мына күлкілдеген ары қарай жапырақты бүлдірмес үшін осылайынан ғана қиып тастаңыздар. Бұны күтудің қажеті жоқ, ары қарай жапырақ бүлінбес үшін. Болды. Бар болғаны осылай тамырлатуға қоясыздар. Болмаса сразу салып топыраққа тамырлатып ары қарай өсіріп кетсеңіздер болады. Бірақ енді мына жерде екі технический стресс алып тұр. Ары қарай отырсаңыздар алып кетпеуге екіталай, сол үшін суға салып тамырлатып алыңыздар. Бұл бірінші. Екінші, астындағы жапырағын не істейміз дедік. Мына жақ қалды ғой, енді осы отростка болып есептелінеді. Санаймыз. 1, міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 жапырақ тұр. Енді соңында мынандай соңғы үлкен осындай пеперомия мынандай болып қалмауы керек 1 сантиметр ғана. Тамырлату үшін енді мына жағынан тағы да осылайынан жапырақ ашып келе жатыр. Жақынырақ көрсетейін, міне. Осылайынан жапырақ ашатын болады. Сол үшін осы жапырақты біз қалай алдық? Осы тамырлатқан жапырақ сияқты осыны да тамырлатуға қоямыз. Бұл бәрібір шіріп кетеді, қыздар. Сол үшін алдын ала тамырлатуға қойып алып алайық. Мына жақтан какой-то бір миллиметр ғана жетпей қиямыз. Неге? Себебі мына жаққа жеткізетін болсақ, мына түбі страдайды. Сол үшін жеткізбей, міне қиғашынан жапырақты осылай аламыз. Міне. Осылай қалу керек. Мына өз ертең солып, солса, солады, солмаса осылай қалып діңгек болып, осы астында қалып кетеді бұл топырақта. Тамырлау керек. Енді есептейік. Мына 1 сантиметр, мына жақ 1 сантиметр, міне 3 сантиметрдей қалды. Енді 4 сантиметрдей болу керек қой тамырлап мына топыраққа. Мына ауыл жапырақтың бәрін ұстап тұру үшін тағы бір жапырағын осылайынан қиғаш қиямыз, түбіне жеткізбей. Міне. Осылайынан қыздар бар жоғы отростканы осылайынан суға салып қоямыз. Мынау бірінші үлкен отростка. Міне отросканы осылай разбирать етесіздер, және мынау отростка. Осы екеуі, одан кейін еще мына екі жапырақ. Тоже осы екі жапырақты тағы да осы жапырақтарды отырғызған кезде қастарына сала салатын боламын. Ары қарай тамырласа бірге көре жатармыз. Міне, неге жапырақты тамырлатқан кезде осыншалықты ұзын алу керек? Себебі мына жақтың барлығына тамыр өсетті. Мына жетінен бастап ары қарай тағы да жаңа жапырақтар өседі. Осылайынан отросканы тағы да отросканың жанына қосатын боламыз. Мыналарды суға саламыз. Суға салғаннан кейін тездетіп тамырлату әдісімен де алдағы уақытта сіздерге бөлісетін боламын. Жібермей көріп отырыңыздар каналымда. Ол үшін алдымен тіркеліп алыңыздар, қоңырауша белгісін басып алыңыздар. Не себепті деген адамдарға енді бірінші болып видеомды көргілеріңіз келсе, болмаса бір жұмыста жүргендер жіберіп алғыларыңыз келмесе көріңіздер. Міне қараңыздар, осылай 70%, яғни 60% құмды құямыз. Мына ірілерінің барлығын әдейі алып келдім. Осылай дренаждың орнына ірі құм да астында қала берсін деп. Мен неге дренаж салмайым? Қыста дренаж салмайым. Үлкен құмырадағы гүлдерім болмаса, застой болып ұстап тұру үшін кіші құмыраларыма қыста салмайым. Себебі ол суық тартады деп, бұл енді менің өзім жеке тәжірибеммен ойым. Сала берсеңіздер де болады. Әрине қатып қалған заңдылық жоқ, бірақ тура менікі сияқты жасаймын десеңіздер, әрине болады. Міне, қыздар, және де тамырын өлшеп көреміз. Қатты тықпаймыз, қыздар. Міне, қараңыздар. Осыншалықты ғана, міне жақынырақ көрсетейін. Осыншалықты ғана осылай саламыз да, бір жапырақты үстін қайтадан жабамыз топырақпен. Мына ауылдың көң қосылған универсальный топырағының бір жақсы қасиеті, осындай отростка гүлдерді отырғызған кезде тез алып кетуіне, бейімделуіне, одан кейін барлық минералды заттарды алып тұруына көмектеседі, қыздар. Содан кейін осындай ауылдың көң қосылған, енді өздеріңіз ауылда тұрмасаңыздар да, қыздар, енді бар шығар туысқандарыңыз ауылда тұратын. Солардан өтініш айтып алдырып алсаңыздар болады. Міне бір жапырақты осылайынан құмырасына отырғыздық. Міне қараңыздар. Енді екіншісін де тура осылай отырғызатын боламыз. Тамырын өлшеп аласыздар. Енді тамырын өлшеп алмас бұрын алдын ала былай осылайынан яма жасап аласыздар, шұңқыр. Сол шұңқырға тамырын орналастырамыз және үстіне топырақ саламыз. Міне бар болғаны осы пеперомия гүлін жапырақтан тез және оңай
отырғызып, тамырлатып міне көрсеттім. Ары қарай кәдімгі гүл сияқты отырғызып, ең тар құмыраға таңдап алып отырғыза бересіздер. Міне қараңыздар, бар болғаны осы. Осылайынан екі құмырадағы болды. Енді осылай үстіне қойып алайық, қыздар. Енді мына екі жапырақты да тура ешқандай тамырлатуға препарат қоспастан, ешқандай таблетка, ештеңе сұйықтық қоспастан, мына просто жанына алып осылай сала саламыз, болды. Қазір бұларды суарамыз. Еш қиындығы жоқ, оңай, тез. Осылай пеперомия гүлдеріңізді тамырлатып алсаңыздар, жапырақтан өстіп көбейтуге болады. Мынаны не үшін тереңірек, мынаны жоғарырақ орналастырдым. Себебі мынадан тағы да жапырақ беріп, ары қарай үлкею үшін. Одан кейін мынаны төмен қарай, бұл төменірек тамырын тез жаю үшін. Міне, екі ерекшелік осы, ана тросканы суға салатын боламын. Одан кейін сіздерге айтылатын жағдай, қыздар, қазір сразу суарамыз. Суарғаннан кейін бұны қандай жерге қоямыз? Күн тігінен түсетін жерге қоймаймыз, атроскалар стресс алады, жапырақтар тем более. Жарығы түсетін, мейлінше жарығы жақсы түсетін терезенің алдына қоясыздар. Суаруы кішкентай горшок болғаннан кейін аптасына 2 рет суарамыз, қыздар. Одан кейін күндегісін күнде шомылдырып отырамыз. Пока күн қатты суып, яғни комнаталарыңыз градуспен мен өлшей алмаймын, өкінішке орай. Енді өзіңіз тоңатындай болса, онда ол күн шомылдырмаңыз. Өзіңізге жайлы, жақсы, комнатаңыз жылы болатын болса, бөлмесі тұрған бөлмесі, онда шомылдыра беріңіздер. Шомылдыру дегенімізде брызгать етіп су сеуіп, болмаса суарып жатқан кезде үстіне өстіп қолдарыңызбен жуып жапырағын астына қарай суын төксеңіздер болады. Яғни суын өсіп астына қарай. Неге? Себебі пеперомия гүлдері жапырақтан демалады, жапырағынан жақсы сезінеді, кислород жапырағынан жақсы өндіріп, жаманның барлығын жапырағын алады да, шаң тозаңды ұнатпайды. Сонымен, қыздар, келесі видеода кездескенше қош сау саламат болыңыздар. Басқа да ақпараттар алғыларыңыз келсе, пікірге жазып өтіңіздер. Мен жауап беретін боламын пікірлеріңізге. Сондықтан келесі видеода кездескенше қош сау саламатта болыңыздар.